Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Биханова Жеңіскөл зигзаг кезет арнасы. Қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге осындай қайталанбас әдемі құрақтың үшінші түрін үйрететін боламын. Ол үшін бізге қажет 30-да 31 үштік қызыл қажет, бір шаршы қажет, және бізге 30-да 30 осындай көк шаршы қажет. Сосын бізге сарыдан 15-да 15 бір шаршы қажет. Қызылдан 15-да 15 бір шаршы қажет. Сосын ең соңғы қажет 14-да 14-тен 6 шаршы қажет. Мына қызыл 30-да 30 қызыл шаршымызды алдыңғы видеодағылай көк шаршымызға көк бұрыштарын қосып тігіп 8 шаршы шығу керек. Міне мен сызып дайындап қойдым. Мына сызықтар тігілетін сызық, мына сызық қиылатын сызық. Міне осы көкке істеп аламыз. Міне дайындап алдым, қыстырып жерді тігеміз. Міне тігіп болдық. Бізге міне екінші сары мен қызылымызды бекітіп қойып аламыз да. Мына екі сызықтан тігіп аламыз. Міне бекітіп алдық, енді осыны тігеміз. Тігіп алдық. Мына ортасындағы неден тігіп аламыз. Міне енді тігіп алған үлкен шаршымыздан 8 шаршы шығады. Міне 30-да 30 шаршымыздан осындай жұттың 8 шаршы шықты. Мынау 2 шаршы шықты. Енді осы қиылған шаршыларымыздан бір-біріне әдемілеп құрақ құрайтын боламыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары осылай шығады. Енді осыны қосып аламыз. Мына екеуін қосамыз оңай. Міне, енді екі жанынан мына 2-4 пішімізді тігіп аламыз. Міне алғашқы қатарымыз осылай шықты. Міне екінші қатарымыз да осылай шығады. Енді осыны тігіп аламыз. Міне тігіп алдық. Енді осы тігіп алған қатарымызды мына алғашқы қатарға қосып тігіп тастаймыз. Осылай тігіп шығамыз.
Міне тігіп болдық. Міне. Бұл екі қатары. Міне үшінші қатарымыз дәл осылай шығады. Енді осыны қосып аламыз. Үшінші қатарымыз осылай шықты. Енді мына дайын екі қатарымызға қосып тастаймыз. Осылай істеп тігіп шығамыз. Міне үшінші қатарымыз осылай шықты. Енді төртінші қатарымыз дайындаймыз. Міне соңғы қатарымыз осылай шығады. Дәл осылай тігіп аламыз. Міне соңғы қатарымыз дайын болды. Міне тігіп шықтық. Енді осы қатарымызды қосып тастаймыз. Міне құрағымыздың арты осындай болып шықты. Сіздерге алдын көрсетем. Міне 4 қатардан тұратын әдемі құрақ. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.